Туберкулез ағзаның әртүрлі жүйелерін зақымдайтын созылмалы жұқпалы ауру. Көбінесе өкпе туберкулезі анықталады. Сонымен қатар буындар мен сүйектердің, көздің, лимфа түйіндерінің, несеп жыныс жүйесінің, мидың және жұлынның туберкулездері де кездеседі. Ауру микобактериум туберкулозис бактериясынан туындайды және ауа тамшылары арқылы беріледі. Туберкулезге тән белгілер: түнде және таңертең күшейетін құрғақ жөтел, қан түкіру, өкпе туберкулезі кезінде, бас ауруы, ұйқының бұзылуы, құсу, менингит белгілері, ми туберкулезі кезінде, іштің ауруы, нәжістің бұзылуы, іш қату, диарея, нәжістегі қан қоспалары, ас қорыту туберкулезі кезінде, буындардағы сүйектердегі ауырсыну, сынуға бейімділіктің жоғарылауы, буындар мен сүйектердің туберкулезі кезінде, арқадағы ауырсыну, зәрдегі қан қоспалары, нефрит белгілері, несеп жыныс мүшелерінің туберкулезі кезінде, тері астындағы тығыз түйінділердің пайда болуы, тері туберкулезі кезінде байқалады. Балалардағы туберкулез кезінде тахикардия, жалпы әлсіздік, гипертермия, тәбеттің төмендеуі, салмақ жоғалту, терлеудің жоғарылауы байқалады. Көптеген жағдайларда ауру симптомсыз жүреді. Туберкулезді қалай емдеу керектігін анықтау үшін жұқпалы аурулар дәрігері бірқатар зерттеулер мен сынақтарды тағайындайды. Кеуде мүшелерінің флюорографиясы, өкпенің рентгенографиясы, өкпенің, мидың, омыртқаның, буындардың компьютерлік томографиясы, өкпе лимфа түйіндерінің биопсиясы, мидың магнитті резонанстық томографиясы, іш қуысы, қуық, бүйрек мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеулері, дерматологиялық зерттеулер. Туберкулезді алғашқы емдеу туберкулез диспансерінде жүргізіледі. Кейінгі емдеу мыналарды қамтиды: дәрілік терапия, физиотерапия, хирургиялық араласу, зақымдалған мүшелер сегменттерін кесу, емдік дене шынықтыру. Уақытылы емделмеу қауіпті асқынулардың дамуына әкелуі мүмкін. Өкпеден қан кету, туберкулезді плеврит, бедеулік, пневмоторакс, өкпе текті жүрек, тыныс алу жеткіліксіздігі, жүрек жеткіліксіздігі, фистулалардың пайда болуы, бүйрек жеткіліксіздігі болуы мүмкін. Туберкулездің алдын алу үшін пациенттерге жыл сайын флюорографиядан өту, вакцинациядан өту және де иммунитетті күшейту ұсынылады.